Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Тотыдай таңда таранып, толысып өскен торғайым, төсіңнен сенің нәр алып, түлеген тыңда талқайың деп жырлаған ақын Серік Сәрсенұлы Тұрғынбековтың 75 жас мерейтойына арналған Торғай түлегі жыр қыраны атты библиографиялық көрсеткішке бейнешоуды назарларыңызға ұсынамыз. Мақсатымыз өз өлкемізден шыққан танымал ақынның өмірі мен шығармашылығын өскелең ұрпаққа дәріптеп насихаттау. Қазақ поэзиясының ақжал арғымағы атанған ақын, халықаралық Алаш сыйлығының бүкіл түрік поэзиясы фестивалінің лауреаты Серік Сәрсенұлы 1946 жылы 1 наурызда Қостанай облысы Жангелдин ауданы Ақшығанақ ауылы Төлеген қыстауында дүниеге келген. Еңбек жолын туған ауданның Жаңа өмір аудандық газетінен бастаған. 1985 жылдан зейнеткерлік демалысқа шыққанға дейін Нұр-Сұлтан қаласындағы Сәкен Сейфуллин мұражайының директоры болды. Бірнеше жыр жинақтарының авторы. Ақынның алғашқы қобыз атты өлеңдер жинағы 1974 жылы жарыққа шықты. Кейінгі жылдары көкейтесті, торғай толғаулары, жүрегімнің сәулесі, тыңда түлегендер, кеш келген көктем, сүйген жүрек, Асан ата ізімен, жер орта атты шығармалары жарық көрді. Махамбет пен Жаңғырхан, Кейкі батыр, Сәкен Сұңқар дастандарының авторы. Журналист жазушы Ахметқан Байжан, Қуан Торғай, Сүйінші Торғай, тағы да бір ұлың шашасына шаң жұқпайтын дүлділ ақын, тілмар жақ жерлесіміз Серік Тұрғынбекұлы 100-ден жүйрік озатын додалы тартысқа түсіп, халықаралық Алаш әдеби сыйлығын жеңіп алды деп жазды. Ақкөңіл де ақ жарқын болмысымен, табиғи адами ізгі қасиетімен көпке сыйлы, көкірегі ашық, көңілі тұнық ақын кейінгі кездерде драмалық шығармаларға да ден қоя бастады. Мұның алдында Торғай театрында қойылған Нұрхан шығармасын былай қойғанда, соңғы жылдары Астанадағы Қуанышбаев атындағы музыкалық драма театрының сахнасынан тұрақты орын алған Мұқағали спектаклі сөз жоқ Серік ақынның тағы бір қырын таныта түскендей. Оған қоса ақын Серік Тұрғынбекұлының қазақ композиторларының әсем әндеріне жазған өлең мәтіндерін қоссақ, ардақты ақынның абыройы артып, тұғыры биіктей түсері қақ. Ақын Серік Тұрғынбеков шығармашылығы сан қырлы. Ақынның аудармасымен Александр Твардовскийдің лирикалық өлеңдері «Перзент сыры» деген атпен шықса, Петр Богдановтың «Москва үшін шайқас» поэмасын қазақ тілінде сайратып, қазақ оқырмандарына жеткізді. Басқадан менің мұңым басымырақ, басқадан менің жырым асылырақ, естіртіп өз үнімді кетсем деймін, халқымның ойдан қырдан басын құрап. Басқадан менің жүгім ауырырақ, көңілдің шыңы шөгіп тауы құлап, бәрінде жөндестірем деп жүргенде, тірліктің таусылмадау бірақ деп жырлаған Серік ақынның ең алғаш ақындық тұсауын кесіп, алғашқы кітабына ақ жол тілеп, пікір айтқан қазақтың аққиық ақыны Мұқағали Мақатаев, Серіктің жырлары арындап, алыпта қашпайтын, бір межеде тұрып та қалмайтын, сабырлы да салмақты ойы бар, қаны бар жырлар деп баға берді. Ақын Кейкі батыр тарихи дастаны үшін Алаш халықаралық әдеби сыйлығын алды. Махамбет және Жаңғырхан дастаны ЮНЕСКО көлемінде өткен ақын Махамбеттің 200 жылдық мерейтойында Махамбет сыйлығының иегері атанды. Түрік поэзиясының лауреаты, Парасат орденінің иегері, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағы берілді. Жангелдин ауданының құрметті азаматы. Назарларыңызға ұсынып отырған библиографиялық көрсеткішке ақынның өмір жолы мен шығармашылығы жайындағы мәліметтер берілген. Бөлімдер Серік Тұрғынбековтың жыр жолдарының, мерзімді басылым бетіндегі жарияланымдарының,
оның өмірі мен шығармашылығы жайындағы кітаптары мен мақалаларының, сондай-ақ әңгімелері мен сұхбаттарының тізімінен тұрады. Әдебиеттер бөлімдер бойынша жүйеге келтірілген. Бөлім ішіндегі материалдар хронологиялық ретпен орналастырылған. Көмекші құрал ретінде есімдердің әліпбилік көрсеткіші берілген. Библиографиялық көрсеткіш мәдениет қызметкерлеріне, әдебиетшілерге, оқытушылар мен студенттерге арналған. Құрметті оқырман қауым, ақын Серік Сәрсенұлы Тұрғынбековтың шығармашылығына арналған Торғай түлегі жыр қыраны атты библиографиялық көрсеткішті қажеттеріңізге пайдаланып, таныс бола жүруге шақырамыз. Ақын өлеңдерімен үндесіп, жырларын жарыса оқуға шақырамыз. Сылқым жырдың жанға медеу болып, көңілге серік болары сөзсіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.